9 бөлім. Үйге бардым, тіп-тіке жүретін менің басым салбырап келдім. Анам мен сіңілім түрме қарап шошып кетті. Не болғанын түсіндіріп айтқанымда олар қатты таң қалды. Себебі оларға бұл жайлы мүлдем айтпағанмын. Өте бақыттымын деп алдап қоя салатын едім. Бірақ анам келген себебімді білсе де қайт деді. Оған таң қалған мен: «Мама, неге олай дейсіз? Көріп біліп тұрсыз ғой, ол мені өзі қуды. Мүмкін біреумен ұрсып ашуын сенен алған шығар. Олай босқа нәрсеге даудыраға берме. Бұлай болмайды. Ел-жұрт естісе не дейді? Ұят болады қызым». «Мам, бірақ ол хабарласпады ғой. Мен не істей аламын? Үйінде 70-тен асқан шешесін қараймын-ау. Бірақ күйеуім үйде жоқ болса мен не істеймін? Жынды болайын деп қаламын. Әр нәрсені бір ойлап жынданамын, мам». «Қызым, қой болды. Мені іздемеді деп кінәні одан іздей берме. Жұмыстан шаршап келгенде бірден зәкіпсің. Оның дұрыс емес. Демалып болған соң таңертең сөйлесең де болар деді. Бар енді, бара ғой қызым». Анамның айтқан жерге тастамай қайтатын сол үйге бардым. Күйеуім үйде екен. Кірдім де кешірімді өзім сұрадым, бірақ үндемеді. Мүмкін маған ашулы шығар деп жүре бердім. Қайта-қайта бетіне қараймын, бірақ менен жүзін ала қашады. Барған күні ертесіне тағы кетіп қалды. Мен бірақ бұл жолы бәріне шыдадым. Анамның қайтқандары есіме түсіп кетуге шыдадым де жетпеді. Кәрі шешесіне қарасам, қаусыраған дұрыстап сөйлей де алмайды. Маған дұрыс тіл де қатпайды. Ал қайынсіңілім болса басқа қалада оқуда, үйге көп келмейді. Кариненің шай тамағын беріп күнім есікпен телефонға телміреумен өтті. Жұрт болса мені өсектеп әлек. Бедеу екен ғой, мүмкін бермей жүрген шығар деп мені кінәлаумен әлек. Ешкім еркектен кінә іздемейді. Барлық кінә әйелден. Жалғасы бар.